Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен таңғы асқа дәл осындай панкейки дайындап үйренеміз. Ең алдымен бір ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен тұз саламыз, қант саламыз, жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл өте оңай дайындалатын әрі тойымды таңғы ас. Одан кейін үстінен айранымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Айранмен де қолдыкі, сіздер қалауларыңызша дүкендігін қолдансаңыздар болады, және майлылығын өз қалауларыңызша таңдайсыздар. Енді үстінен ас содамызды саламыз, және де ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп, електің көмегімен салатын боламыз. Неге 2-3 бөлікке бөлеміз? Өйткені ұнның тығыздығы әркімде әртүрлі болғандықтан. Біздің панкейкидің қамыры өте сұйықты, өте қоюда болып кетпеуі қажет. Шамамен қою қаймақ тәрізді болуы керек. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнап жатса, лайк басып, төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ұнымыздың барлығын қосып жақсылап араластырып болғаннан кейін бір ас қасық сұйық майымызды құямыз да тағы да бір келкі масса жасаймыз. Осымен қамырымыз дайын. Енді табамызды қыздырып, түбіне аздап сұйық май жағамыз. Одан кейін шамамен 2 ас қасық көлеміндей панкейкіміздің қамырын құятын боламыз. Бірінші жағы аздап ұзағырақ пісетін болады, шамамен 2 минуттай. Одан кейін барып екінші бетіне ауыстырып, 1-1,5 минут пісіріп аласыздар. Оттарыңыз орташа баяу отта тұруы қажет, өте қаттыға да қоймаңыздар. Өйткені панкейкаларыңыздың сыртта күйіп, іші піспей қалуы мүмкін. Дәл осылай барлығын пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын. Қалауларыңызша қаймақпен, джеммен, вареньемен немесе сгущенкамен ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.